Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қарапайым бала. Короче достар, біз дейтін выживание бастайын деп жатырмыз. Сондықтан каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Короче, бізде 50 подписчик болды. Енді біздің мақсатымыз 60 подписчикке жету. 60 подписчикке тезірек жеткізесіздер деген ойдамын. Короче, біздер выживаниямызды бастайық, ағаштан бастаймыз. Как всегда солай. Каждый майнкрафтер ағаштан бастайды и кейін про болып кетеді. Короче, солай. Каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар достар. Короче, оны обязательно істеңіздер. Сол кезде мен күніге видео шығарып тұратын боламын. Егер қолым бос болса, мен неге көп видео шығармай кетті десеңіздер. Короче, сабақ басталып кетті ғой бізде. Көп сөйлегенше выживаниямыз ойнайықшы. Дұрыс па достар, короче. Давайте, 12 ағаш па уже. Дерзкий соғамыз ғой біз. Бір күні. Байымыз. Короче, сервер ашу керек деген достар. Сервер ашып, шақырып дегенде адамдар. Демал кетеді ғой. Короче, достар, менің каналымнан отписка жасамаңыздар екен. Мен видео шығарып тұруға енді уәде беремін. Үйдің фундаментін жасап қояйық ағаштармен, короче. Кейін тағы да ағаш жинап. Үйімізді қоямыз. Енді сотқа лага кететін болыпты енді соңғы кезде, короче. Сондықтан ренжімеңіздер. Қай жерге саламыз үйімізді? Панда не істейді екен достар? Осылар не істейді? Атама не істейді? Дымдар істемейді екен. Панда асырау керек достар бізге. Қайсыны? Қысай. Так, достар, фундаментімізді құямыз ба деп тұрмын. Негізі қолайлы жер табу керек еді. Давайте осы жерге соға береміз. Давайте соға берейік. Фундаментімізді құйып тастайық. Опа, опа, опа саған. Үйді дәу қыламыз, короче. Қойып кететін жағын. Достар, сіздер міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Ато болмайды ғой. Көруге болмайды. Подписаться етіп көру керек мені. Комментарияға кіріп, өзіңіздің керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып, лайк басып кететін боламын. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып кетіңіздер. Келесі видеода сұрақ жауап істеп қалуым мүмкін. Сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер. Мен кішкентай ақ болып тұр әзірге, короче. Фундаментін қойып. Ё-моё, сотка жестко лагать это просто. Меньше.
достар, осы күйінде жаттабаңыздар. 1 minute second. Короче, достар, мен былай осылай істеп тастадым, короче. Шарап кеттім ғой, короче, мына жаққа қостым, былай мына жақтан бір блоктай қостым, былай мына жаққа бір блок қостым. И мынандай істеп тастадым бір бәле қылып. Енді кейін ағаштардың бәрін сындырып, короче. Мына жерде полный газонға жібереміз. Мына жерде үйімізді деске қылып аламыз, короче. Қазақша выживание бастаймыз ғой, короче. Енді не істейміз? Енді азан болған күтеміз, конечно. Әрең шықты ғана азан, ё-моё. Жұмыс істеу керек енді достар бізге. Соткада лаг етіп кетті ғой. Бұл негізі жаман сотка достар. Ескі. Егер сіздерде сотка алайын деп жүрген болсаңыздар, Redmi соткасын вообще алмауға кеңес берем. Себебі өте нашар телефон. Осы лаг етіп жатқан Redmi ғой. Redmi 8. Қараңыздар, жестко лаг етіп. Жестко. Просто жестко. Redmi компаниясының телефонын алмаңыздар, Xiaomi болсын. Ешқандай алмайсыздар. Redmi'ді қолдамаңыздар десеңдер болады. Ё-моё, не деген лаг етіп отыр ғой. Ё-моё. Ох ты! Если говорим, инструмент символы. Опа. Бүгіндікке достар, видеоны аяқтайық. Видео аз болды. Видеоға лайк басып, жақсы комментарий қалдырып, каналыма подписаться деген қызыл подписаться деген кнопканы басып, мен шыққан видеоларды өткізіп алмауға тырысыңыздар. Короче, сау болыңыздар.